айтып кеттім ғой, мен алдыңғы ара қатынаста мен енді балаусағам эфирге оңай емес ол нәрсе. Мен Ақеркеден кішкене қысылатын едім ғой. Мен жоқтан анау мынау дегенде. Мен ол нәрсені өзіңе айтқан болатынмын мен сыртта. Мен халықтың алдында өйтіп айта алмаймын, ұяламын ол нәрсеге. Айтқан болатынмын балаусағам қалай келдім, не үшін келгенін барлығын. Өзің оның бәрін білесің. Сондықтан да өзгердім қазір отырғаным. Али қатты ашық емес еді да, мен андай қылып, мені тауып ал деген немен отыратын позициямен просто сол нәрсені айтып жатырмын. Балаусағам ұнатқан соң мен қысыламын ғой, енді қыз баласының алдында мен өйтіп ыржыңдап отыра алмаймын ғой, ұнатқан соң. Енді қазір мысалы үйрендім, кішкене үйреніскен соң ашық. Қой, бұл сон емес деп ойлаймын. Және саған айтқым келеді, Али, просто үміттеніп бекер келдің. Мен айттым ғой, жаңа айттым ғой, мен маған қазір де жоқ десе де. Кезінде Алидің бұндай тірліктеріне үйреніп қалдық қой. Сол үшін Алидің бұндай тосын сыйларына таң қалмаймыз. Молодец, Али. Шығарсын. Бірақ неге сен маған келмей таң керек емес ол нәрсе. Жоқ, не үшін? Айгүл, сен айтпай ақ қой. Сұрақ қалып кетті, және де соңы не болды? Айгүлге неге сен айтпай ақ қойшы деп айттым. Енді просто жақсы араласамыз да, енді сен жаман пікір айтпай ақ қойшы дегенім. Жоқ, бұл жерде сен жаман пікір айтпай ақ қойшы емес, как будто екеуің араларында бірдеңе арасындағы толыққан таныстық нүктесі қойылу керек деп. Мен де жаңа таныстық бастап жатқаннан кейін мен екеуің араларында не нәрсе, не мәселе болғанын біліп алуым керек. Ақерке, мен саған уәде беремін, ешқандай арақатынас, ешқандай бір сөйлесу, андай бір ештеңе болған жоқ бізде. Отырмын да, саған келмегеннен кейін солай айтып отырсың ба деген сияқты. Маған сен келген керек емес. Келмей жатқан жоқ қой. Али, сен тарапынан Айгүлге деген қандай да бір көңіл білдіру деген сияқты нәрселер болды ғой негізі. Потому что ол мүмкін эфир уақытында болмаған болса да, сенің досың сондай әңгіме айтқан маған. Сол уақытта біз араласып жүрген кезде, вот Али мен Айгүл деген сияқты нәрселер болған. Ол енді Айгүл ол нәрсені біле ма, білмей ма, білмеймін, бірақ сен мына әңгіменен мен тоже что-то күдіктеніп отырмын да. Жұбың айтқан беді осы әңгімен? Экс-жұбым. Ешқандай бізде болған жоқ, бір дәлел болса мен оның бәріне жауап берейін. Ешқандай мен өйтіп бір сүйем, күйем деген вообще жақындаған да жоқпын. Дос ретінде. Не себепті ондай реакция? Мен границаны білем, Айнұр. Границаны білем мен. Просто Алина сыйлай алатын ер азамат ретінде танып қалдық та, осы күнге дейін сен қыз балалардың бар. Ал қазір бір агрессиямен кіріп, то Арунаға атылып, то Айгүл пікір білдіріп қалса, бір көп алып отырған сияқтысың. Хотя сен тарапынан негізі бір движениялар бар. Көріп сондай болып кеттім да кішкене. Айгүлдің тарапынан андай атылып айтып отырсың да, как будто сен Айгүлге бұрын соңды үміт беріп жүрген сияқты қылып айтып отырсың. Гүлі бір басқа дүние болған сияқты. Менің ойымша керісінше, Айгүл сен айтпай ақ қойшы, білемін ғой, сенің ойыңды маған деген өзі жазбағаны түсінікті Алидің Айгүлге. Неге? Себебі ол өзі жазған адам олай айтпайды. Қойшы дегеннен кейін Айгүл ішіне айтқым келіп тұр, Айгүл айтсайшы өтініш. Шынымен де бірдеңе болатын болса, хотя переписка болатын болса, Ақеркеге күмән ұялатпай, шынымен де айтшы. Мүмкін бұрын мен сондай таныған шығарсыңдар, бірақ мен насам делі ондай адам емеспін. Мен Ақерке білет, мен Ақеркеге бәрін айтқанмын оның. Енді жаңа айтып жатыр ғой, сен мін іздеп отырсың сылтау деген сияқты. Негізі маған сылтау ешқашан керек болмаған. Бұл жерде бір мен қиналып отырған жоқпын ғой, енді келгеніне жарайды, қадамыңа нұр бітсін, гүл бітсін дегенде айттым да. Бұл жерде мен просто жаңағы Айгүлдің ең басында айтып кеткен әңгімесі, негізі сен жаңағы үлкен кісілермен де таныстықта болдың деген сияқты әңгімелер менің анамның тарапына именно сол нәрселер бір ұяттау болып көрінген болатын. Сондықтан да мен қазір ешқандай обещание бірдеңе бере алмаймын. Мен саған енді мен де саған басқаша ашыламын, мен де саған сразу ғашық болып кете аламын деген сияқты. Бірақ енді білмеймін, енді екінші қадамың енді өзіңе сеніп, мен сені ұмыта алмадым деген сияқты келіп тұрсың ғой. Көрейік енді.